Балалар, мен қазір шығып бара жатырмын, мына құралды абайлаңдар. Мына жерде саусақтарын қақып кетсе, жабысады тағылады. Түсіндіңдер ме? Тиісуші болмаңдар. Шеше, саусақ кетті ма? Осы болды лақты. Ай, бәтпейді күтіп қалдыңыздар ма? Білесіздер ма, комиссия деп жатыр, бірінші жатыр. Мұғалімдер болып ақша жинап, әйтеуір солардың көңілі үшін оларды ақшаны дәметеді ғой. Так, ата-анасыздар ма сіздер? Жоқ, комиссия төрағасымын ғой мен. Ата-аналар арғы бөлмеде. Ата-аналар атаңелелет-ай. Не болып жатыр? Кірсеңдерші сабақтарыңа топырлап адам жылына тиіп. Туған күн болып жатыр. Туған күн, сабақтан кейін тойлайсыңдар. Директордың туған күні ғой. Әкел тұр. Балам, суламаңдар. Сабақ оқымайсыңдар ма сендер? Сабақ оқымайтын болсыңдар ғой, маған бәрібір бар ғой. Тарат. Әкел күзір айтып ойнаймыз. Кешегі гол үйді қайтырамыз. Кәні оқушылар, мынау комиссия ағайларыңа рельстің не екенін айтып беріңдерші кәні. Инстаграмға салынады. Инстаграмыңды шығарам қазір. Оған салынатын рилс қой. Мынау сонда не болады? Рекс. Ай. Міне, көрдіңіз бе? Осыны айтады ау деп тұрып, бұл рекс малда бұл итчи. Саламатсыз ба? Ата-анасыз ба сіз? Күтіп отырып қойсыз ба? Тышбаев атындағы ILT Шымкент көлік колледжі. Бізде осы жылы 550 грант бөлініп отыр. Студенттер 42 мен 50 мың аралығындағы стипендия алады. Практика уақытында жұмыс істесе болады. Ақылы кәдімгі 250 мен 500 мың аралығындағы ақша алып отырады. Біздің өзіміз ондай ақша алмаймыз. Неге? Жұмысқа шығып кеттік қой. Хозяйымыз бір ары бір бүлдіртті де енді.